алтын сандық, іші толған қазына құт. Оқы ойыңа тұт деген даналы сөз қалған көнеден. Бірақ бүгінде кітап оқырмағын жоғалтқан дегенді де жиі естиміз. Оның да сан түрлі себебі бар. Байланып ғаламның торына, жығылдық желінің жолына, сайттың түр-түрін оқимыз, кітапты оқудың орнына. Кітаптың ашылмай парағы, сөреде сарғайып барады. Кітапхана есігін көрсетпей, клубқа жұмсаймыз баланы. Кітапқа құмартса баламыз, қиялы болды деп қаламыз. Сипаттап сотканы сәбиге, уланып барады санамыз. Оқыған әдеби шығарма, қазақта көп болған ғұлама. Желіге сүйенген бүгінгі ұрпақтан ұлылық шығама. Жүзінде еріген сынаптың, уақтас білімге бірақ күн. Оқытайық баланы жаз күнде, құндысын ұқтырып кітап. Мен Расулова Шапағат, Түркістан облысы Түлкібас ауданы Амакаренко атындағы жалпы орта мектептің 10-шы сынып оқушысымын. Айгүл Кемелбаеваның өмірбаяны мен шығармаларына тоқталмақпын. Айгүл Кемелбаева Жолдаспайқызы 1965 жылы Шығыс Қазақстан облысы Семей өңірі Абай ауданы Құндызды ауылында дүниеге келген. Айгүл Кемелбаева Біріккен ұлттар ұйымы мемлекеттерінде және Қазақстанда жазушы, кинодраматург, әдебиеттанушы және эссеші ретінде танымал. 1982 жылы Қазақ орта мектебін бітірген. 1984-87 жылдары Қазму-дің журналистик факультетінің 3-ші курсын бітірген. 1989-94 жылдары Ресейдегі Максим Горький атындағы әдебиеттану факультетін бітірген. Мамандығы әдебиеттанушы. Әңгімелері орыс, түрік, әзірбайжан, неміс, ағылшын тілдеріне аударылған. Мысалға айтатын болсақ, ғибадат әңгімесі 2014 жылы түрік тіліне, 2015 жылы қоңырқаз әңгімесі әзірбайжан тіліне, бала бағушы әңгімесі 2018 жылы ағылшын тілдеріне аударылды. Көкенай мен Қалқаман әңгімесі Біріккен ұлттар ұйымының 6 тіліне аударылған. Айгүл Кемелбаеваның шығармалары тек қана Қазақстанда емес, сонымен қатар Біріккен ұлттар ұйымы мемлекеттерінде де өте танымал. Мысалға айтар болсақ, Тобылғысай, Мұнара, тағы да басқа әңгімелері. Осымен менің қысқаша зерттеуім аяқталды. Сәлеметсіздер, мен 10-шы сынып оқушысы Әлібекова Айсұлу. Біздің бүгінгі талқылап талдау жасап отырған тақырыбымыз Айгүл Кемелбаеваның шашты әңгімесі. Сіздер Айгүл Кемелбаеваның өмірі мен шығармашылық жолымен жақсы таныс болдыңыздар деген ойдамын. Енді әңгіменің өзіне келетін болсақ, әңгіме тақырыбы шашты деп аталады. Қазір шығарма кейіпкерлеріне талдау жасап өтеміз. Бұл әңгіме желісі бойынша екі басты кейіпкер бар. Олар Кенжебек, екіншісі Жылқышы қарт. Негізі Жылқышы қарттың есімі Тасқұл деп аталады. Онда не себепті жылқышы деп атап отыр деген сұрақ туындауы мүмкін. Сол себепті неге жылқышы деп атауымды түсіндіріп өтейін. Шығарма желісі бойынша Тасқұл қарт жас кезінде түрікпендерге құлдыққа түскен болып есептелінеді. Ол жерде, яғни түрікпен елінде оны барлығы жылқышы деп атап кеткендіктен шығарма басында есімі жылқышы ретінде таныстырылады. Ал енді кейіпкерлерге жеке тоқталатын болсақ, Тасқұл қарт жас кезінде түрікпендерге құлдыққа түсіп, осы жасқа дейінгі өмірінде көп қиыншылық көрген, дана, ақылды, қарт кісі болған. Келесі біздің кейіпкер ол 11 жасар Кенжебек атты бала. Түрікпен елі Әмударияны бетке алып, сыр бойы қыпшақтан алған қалың жылқыны дүркірете қуып, онымен қоса осы 11 жасар Кенжебекті де құлдыққа алуының арқасында осы елге тап болған кейіпкеріміз болып табылады. Ал енді Кенжебекке жеке кейіпкер ретінде мінездеме беретін болсақ. Кенжебек 11 жасар, ат құлағында ойнайтын қарапайым қазақтың баласы. Мінезіне келетін болсақ, мінезі өте ашық, мінезді, жүзі ашық, жарқын, шыншыл, талапты, өмірге деген құштарлығы зор жас бала. Осымен кейіпкерлерге жасаған талдау. 10-шы сынып оқушысы Сағындық Аруна. Айгүл Кемелбаеваның шашты әңгімесі қазіргі таңда аса маңызды әрі терең мағыналы шығармалардың қатарында болып табылады. Шығарма өте жоғары тәрбиелік мәнге ие. Қазір біз осы шығармаға композициялық сюжеттік талдауды жасайтын боламыз. Талдаудың алғашқы сатысы әңгіменің тақырыбы.
Яғни ол бәрімізге белгілі шашты әңгімесі. Келесі кезекте шығарманың авторы. Ол қазақтың ақыны, жазушысы, әрі әдебиет танушысы Айгүл Кемелбаева. Шығарманың жанр түрі. Ол шығарманың жанр түрі әдеби жанрға кіреді. Оның ішінде әңгіме болып табылады. Келесіде әңгімедегі кейіпкерлерді атайтын боламыз. Әңгімедегі кейіпкерлер, яғни оның ішіндегі басты кейіпкерлер Бала Кенжебек, Дана Қарт Тасқұл және де Бай Атажан. Келесіде бізде әңгіменің оқиға орны. Түрікпен Әмударияны бетке алып, сыр бойындағы оқиға. Яғни осы жерде оқиға желісі орын ала бастайды. Жазушы идеясы, яғни жазушының негізгі әрі түпкі ойы. Бұл жерде Айгүл Кемелбаева идеяның тінін қиялдан алмай, тарихи негізі бар оқиға желісін кейінгі ұрпаққа шынайы ұқтырмақ болғандай осы оқиғаны арқау еткен еді. Әңгіменің басталуы. Түрік жауларының шабуылы және Бала Кенжебекті тұтқындап құлдыққа алуы. Талдаудың келесі кезегінде әңгіменің байланысуы. Тасқұл шал мен Кенжебектің кездесіп танысуы. Яғни осы кезде Тасқұл шал және Бала Кенжебек бір-бірімен танысып, білісіп, Тасқұл баланың қандасы екенін, яғни қазақтың ұрпағы екенін біліп, іштей қынжылып, көңілі босап кетеді. Яғни ол өзінің көмегін көрсеткісі келеді. Әңгіменің дамуы. Тасқұл шалдың баланы еркіндікке шығуына қол ұшын созуы. Яғни Атажан байдың өзінің бәйгеге шығаратын атын Тасқұл шал мен Кенжебекке бағуға береді. Яғни бәйге басталып жатқан кезде бәрінің көңілі сол бәйгеде болады. Сол кезде баланың қашып шығуына бір мүмкіндік туындайды. Оқиғаның шарықтау шегі. Кенжебектің Тасқұл шалдың сөздеріне құлақ асып бостандыққа шығуы. Баланың Қыпшақ еліне, яғни өз еліне қайта оралуы. Ал енді талдаудың соңғы кезегіне де келіп жеттік. Яғни бізде оқиғаның шешімі. Әз Тәуке хан тұсында шоқбелдеу тағып, шашты айтулы азамат болып, аты ел аузына ілігуі. Осылайша Айгүл Кемелбаеваның шашты әңгімесі өз шешімін табады. В сынып оқушысы Рахманқұл Бекжан. Тасқұл қарттың арманы. Әңгімедегі басты кейіпкерлердің бірі Тасқұл қарт құлдыққа Түрікпен еліне жас кезінде түседі. Ол қашуға қанша талпынса да өз туған жеріне жете алмайды. Сондықтан ол өз тағдырына көндігіп, құлдықта бүкіл өмірін өткізеді. Осындай күндердің бірінде Түрікпен еліне құлдыққа жап-жас, қайратты, батыл, жігерлі, талапты, Кенжебек атты жас бала түседі. Оны көрген Тасқұл қарт өзінің жас кезін есіне алып, өзінің орындалмаған арманын осы Кенжебекті пайдаланып, немесе оған көмектесу арқылы өз арманына жеткісі келеді. Әрине бұл қиын өте оңай болған жоқ. Себебі Тасқұл қарт баланы өмірдің қиындықтарына қалай төзу үйретеді. Тіпті өзінің жасаған қателіктерін қайталамауды да өтінеді. Осылайша Тасқұл қарт жақында болатын аламан бәйгені пайдаланып, баланы жылқы малына мінгізіп, туған еліне жеткізбекші болады. Ақырында оның ойы сәтті шығады. Яғни бала өз туған жеріне жетеді. Осылайша Тасқұл қарт өзінің орындалмаған арманын, жас кезіндегі орындалмаған арманын осылай орындайды.